Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерменен жасалу жолы өте оңай салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен картопымызды үккіштен өткізіп, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Қиярымызды осылай ұсақтап тураймыз. Тауық етіне дәл солай ұсақтап ұзынша етіп турап аламыз. Жұмыртқамызды дәл солай ұзынша етіп турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, үстінен тұзымызды және майонезімізді салып араластырамыз. Салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Барлықтарыңызға ас болсын.